бастауыш сынып мұғалімі болу мен үшін жай ғана мамандық емес. Ол үлкен өмірге бастар алғашқы жолдың шамшырағы болу. Баланың қолынан алғаш рет қалам ұстап, әріп танып, білім әлеміне қадам басқан сәтіне куә болу баға жетпес бақыт. Оқушылардың балғын күлкісі, шынайы сенімі мен әрбір кішкентай жетістігі мені алға жетелейді. Бұл мамандық маған мейірімділік, төзімділік және үздіксіз ізденіс сыйлайды. Әрбір баланың жүрегі бір әлем. Сол әлемнің кілтін табу мұғалімнен үлкен жауапкершілік пен сабырды талап етеді. Сабаққа дайындық, құжаттық жұмыстар, ата-анамен тығыз байланыс, барлығы уақыт пен күшті қажет етеді. Жас маман ретінде тәжірибенің аздығы кейде сенімсіздік тудырғанымен, ол мені шындап кәсіби тұрғыда өсуге жетелейді. Мен үшін ұстаз болу бұл үлкен, сауатты, керемет, бір мақтанатын мамандық деп білемін. Сондықтан да өткенде кездесуде де айтып жатырмын, кітабымыз айтып кеткен ғой, ең бірінші кезекте төр ұстаздікі деп. Сондықтан да сол төрде отыратындай, сыйлы болатындай адал азаматтарды тәрбиелеу, болашақта тұлғаны тәрбиелеу ол біздің басты мақсатымыз. Кім қателессе де, бірақ ұстаз қателесуге болмайды. Сондай ұстазды ұстаймыз. Жалпы не шабыттандырады дегенде, мен өмірлік кредом бар, ол шәкәрім бабамыздың мына бір өлең жолдары. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікке бермейсің. Артыңа ғибрат аларлық із қалдырсаң, шын бақыт осынып мәңгілік келмейсің. Яғни менің кредом, менің жаңа құндылығым басты, ұлтқа қызмет ету, адамгершілікпен, балаларға сүйіспеншілікпен, осы ұлтқа қызмет етсем деген, артымда із қалса деген ойым мақсатым бар. Сол еңбек жолында жұмыс істеп келе жатырмын. Жалпы мен кәсіп көп қой, бірақ соның ішінде мұғалімдік, ұстаздық жол өте қызықты және адамгершілікті, жасампаздықты қажет ететін қызметтің бірі деп ойлаймын. Жалпы баланы оқытқаннан артық қызмет жоқ мен үшін.